Құрметті қазақстандықтар, біз Veritas құқық қорғау ұйымы сіздермен бірге қуаныштармен, қиындықтарды бірге кешіп келе жатқанымызға 2 жыл болыпты. Иә достар, 15 қыркүйек Veritas ұйымының туған күні. Адам құқықтарының сақталуы ең маңызды құндылық, адамдықтың белгісі. Жат қылықты көргенде сыздамай қарап тұра алмас деп сіздер үшін қызмет етіп келе жатқан Veritas құқық қорғау ұйымы еліміздің жақсы бағытқа өркендеуіне бар күшін салады. Мақсатымыз айқын. Мемлекеттің бірден бір бастауы халық. Халықтың бір бөлшегі сіз бен біз. Адам құқықтары қорғалып, еліміз гүлденіп, береке бірлік пен болашаққа деген сенімді қадам басу баршамыздың арманымыз. Мың өліп мың тірілген еркіндік сүйгіш қазақ елімнің тұғыры биіктерден көріне берсін. Veritas құқық қорғау ұйымы қазақ еліне қызмет етуден шаршамай, қанаттарың талмай, Қазақстан тарихына қосар үлесіңіз мол болсын. Қазіргі қиындықтар мен қудалаулар тарихта қалары сөзсіз. Жақсының жақсылығын айт, мерейі тасысын, жаманның жамандығын айт, құтыға шын демекші. Біздің мақсатымыз құқық бұзғандар мен құқығы бұзылған азаматтарды халық алдына паш ету, тіркеу болмақ. Veritas құқық қорғау ұйымы туған күнің құтты болсын.